Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі айтылатын әңгімем бұл жалпы неке тақырыбында болып есептелінеді. Қасиетті Құранда Зарият сүресінде де 49 аятында Аллаху Тағала біз әр нәрсені дейді жұп-жұп қылып жараттық деген аят бар. Әрине осы аят арқылы жалғыздықтың тек Аллаға ғана тән екендігін білеміз. Демек, әр жасы жеткен әрбір адам өзінің сыңарын тауып некелескені бұл дінде абзал іс болып есептелінеді. Құран кәрім жалпы некелесуді әмір етеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өз хадистерінде де былай деп келтіреді: некелесіңдер, көбейіңдер, қиямет күні дейді, мен сендердің көп екендіктерімен мақтанамын дейді. Және неке қию менің сүннетім. Сүннетімді тәрк еткен адам менен емес деген хадисі бар. Бұл жерде де некелесудің үлкен бір іс екендігі аңғартылады. Жалпы ислам діні осы жастардың отбасы болуларына айрықша мән беретін бірден бір дін деп айтсақ болады. Өйткені отбасы әрбір қоғамның негізін қалайды. Егер қоғамды бір ғимарат ретінде алатын болсақ, сол ғимараттың кірпішін осы отбасы деп алсақ болады. Яғни кірпіш бұл бір отбасы қоғамдағы. Жалпы аға әпкелеріміздің, ол қыздарымыздың отбасы болып өмір сүрулері бұл еліміздің, ұлтымыздың дамуы үшін ең қажетті іс болып табылады. Ислам діні мен салт дәстүріміздің жалпы тұжырымы бойынша ер адам бұл отбасының отағасы болып есептелінеді. Ал әйел бұл үйдің барлық жаңағы жауапкершілігін, үйдің ішіндегі бала тәрбиесіне, үйдің берекесіне жалпы әйел адам жауапты болып есептелінеді. Сондықтан жалпы қазіргі отбасылардың барлығын, жастардың барлығы отбасы құрмай бақытты өмір сүруге қол жеткізе алмайды. Ислам діні бұл шаңырағы биік, керегесі кең, босағасы берік отбасы құруды ерлі зайыптылардың жалпы ортақ міндет деп біледі. Екі адамның отбасын құрып, олардың дүниеге ұрпақ әкелуі, оны тәрбиелеп жетілдірудегі шариғаттың негізгі шарты болып есептелінеді. Әрине, некесіз үйленіп отбасын құрып жатқандар да бар. Бұндай неке берекесіз неке болып есептелінеді. Бұл неке қиылмаған отбасы әрине бұл зинада болып есептелінеді. Сондықтан да неке қиылу бұл міндетті болып есептелінеді. Некесіз үйленуге болмайды, жаңағы айтып өткендей. Некесіз үйленген адамдардың одағы бұл харам бір мекен болып есептелінеді. Шариғат бойынша осы 2 жас міндетті түрде шаңырақ көтерерде бір неке қиылуы міндетті тиіс болып табылады, және неке құруда да белгілі бір өздерінің шарттары болады.